Сәлем достар, дәл осындай өте дәмді болып шығатын тушеная капуста дайындайтын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Өте дәмді болып шығады, сіздерге дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен капустаны алып, осылай турап бастаймыз. Капустамыз неғұрлым ұсақ жіңішке болса, соғұрлым тағамымыз тез дайын болады. Бірақ ірі қылып, кейбір адамдар ірі болғанды жақсы көреді, олай да дайындауға болады. Ұсақтап, жіңішкелеп, әбден капустамызды молда қылып турап аламыз. Қасына қалаңызша морковьті үкіштен өткізіп қоссаңыз болады, немесе жуаны да қоссаңыз болады. Менің жағдайымда тек қана капустаны қолданып тұрмын. Басқа ештеңе қолданып жатқан жоқпын. Дайын болған капустамызды бір ыдысқа салып, оның үлкен және бірігіп тұрған жерлерін ашып бөліп қоямыз. Капустамыз дайын болғаннан кейін табаға майды құйып, қызғаннан кейін капусталарымызды саламыз. Алдымен қатты отта 3-4 минут қуырып аламыз да, бұлғап араластырып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып жібересіздер. Тушеная капуста жалпы адам ағзасына пайдасы мол. Осыны жиі қуырып дайындап, балдарыңызға беріп тұрсаңыз болады. Қасына котлет немесе тефтели қуырып берсеңіз болады. Бұны гарнир ретінде. Біздің жағдайымызда кейде гарнир қылып дайындасам, кейде обычный рожкидің қасына салат ретінде де дайындаймын. Өте дәмді болып шығады, үйдегілерге ұнайды. Сіздер де осылай дайындап, дастархандарыңызға ұсынып отырсаңыздар болады. Бая отта біраз бұқтырылғаннан кейін қақпағын ашып қараймыз. Міне осындай болып тұрады түрі. Тағы да бір бұлғап шығамыз. Бұлғап, қайтадан қақпағын жауып, тағы шамалы уақытқа қойып аламыз. Мінекей, бұл менің 3-ші рет қақпағын ашып бұлғап жатырған видеом. Бұл жерде біздің капустамыз дайын болды уже. Оттың асын сөндіріп, ыдысқа салып, сіздерге суретке түсіріп көрсеттім. Астарыңыз дәмді болсын.